Білім алушыларды қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен 5-ші, 8-ші, 10-шы сыныптарда аралық аттестаттау бойынша әдістемелік ұстаным. Қысқаша сипаттама. Қазақ тілі бойынша емтихан 125-ші бұйрықтың 35-ші тармағына сәйкес білім алушылардың бағдарламалар мазмұнын меңгеруін бағалау мақсатында негізгі орта, яғни 5-ші, 8-ші сыныптар, жалпы орта 10-шы сынып деңгейінде академиялық жыл аяқталған кезде оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға қазақ тілі және оқыту өзге тілде жүргізілетін сыныптарға қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жазбаша нысанда өткізіледі. Емтихан өткізу талабы: емтихан қазақ тілінде өтеді. Емтиханды өткізу уақыты білім беру ұйымының педагогикалық кеңесімен айқындалады, яғни 27 және 31 мамыр аралығында 9-11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау уақытынан басқа уақытта өткізу ұсынылады. Емтихан мазмұны үлгісі көрсетілген. Осы әдістемелік нұсқаулықта оқу мақсаттарымен барлығы қатар беріледі әр сынып бойынша, яғни айтылым, жазылым және әдебиет тіл нормаларын сақтау бойынша оқу мақсаттарымен қатар беріледі. Әр сыныпқа 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші және 10-шы сыныпқа арналған бағалау көрсеткіштері де осылай беріліп кеткен. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша, яғни оқыту өзге тілдегі сыныптар үшінде тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым тапсырмаларының оқу мақсаттары берілген. Міндетті түрде қазақ сыныбындағы және өзге сыныптарда да эссе жазу тапсырмасы бар. Одан кейін қазақ тілі мен әдебиеті оқу пәні бойынша да балл қою кестесі көрсетілген. Аралық аттестаттау тапсырмасы мазмұнының сипаттамасы да беріледі. Қазақ тілі және қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алушының оқу үлгерімін тексеруге берілген мәтін саны, эссе тақырыптарының саны жалпы 4. Бұл жерде сынып көрсетілген және сөз саны. Қазақ тілінде оқытылатын сыныптарда қанша сөз жазу керек және өзге тілде оқытатын сыныптарда қанша сөз жазу керек. 5 балдықты 30 балдыққа ауыстыру шкаласы берілген. Бұл бірінші кестеде оқыту қазақ тіліндегі сыныптар үшін болса, екінші кестеде оқыту өзге тілдегі сыныптар үшін. Сонымен қатар аталған әдістемелік нұсқаулықта аралық аттестаттау тапсырмаларының үлгілері берілген. Ететін жағдай: жоғарыда көрсетілген тапсырмаларды педагогтер басшылыққа алу үшін үлгі ретінде берілген, қажеттілігіне қарай ауыстырып дайындауға болады. Бағалау критерийлері құрастырылатын тапсырмаларға қарай педагогтер тарапынан жасалу керек. Ал үшінші ескеретін жағдай: емтихан тапсырмаларын құрастыруда тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қамтуымыз керек.